Ассаламу алейкум. Көзді харам нәрсеге қараудан тыюдың имани пайдасы жайлы айтып беріңізші дейді. Уалейкум ассалам. Көзді харамнан тыюдың тура жүруге тигізер көптеген септігі бар. Сонымен бірге иманның ләззатын сезінуге де тікелей әсер етеді. Бұл жайында Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху риуаят еткен хадисте, ақиқатында көз салып қарау ібілістің улы жебелерінің бірі. Кімде-кім менен қорыққандықтан қарауын қойса, жүрегінде ләззатын сезінетін иманмен алмастырам дейді. Алла тағала яғни айтып жатыр да, Алладан қорыққандықтан қойса, жүрегінде ләззатын сезінетін иманмен алмастырам дейді. Яғни Табараниден жеткен хадисте. Харам нәрсеге қараудан тыйылу бұл парыз. Құран кәрімде Нұр сүресінің 2-ші аятында былай дейді: Бисмилlah. Ей Мұхаммед, мұсылман ер кісілерге айт, көздерін өзге әйелдерге, тыйым салынған нәрселерге қараудан қорғап, төмен қаратсын және әуреттерін қорғасын. Бұл олар үшін тазасы. Анығында Алла олардың не істеп жатқандарынан хабардар деп әмір етеді Алла тағала. Осы аят түскеннен кейін Хазірет Али пайғамбарымыздан, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, харамға кездейсоқ қарау жөнінде сұрайды. Сонда Алла елшісі Хазірет Алиге былай дейді: Али, бірінші қарауыңа екіншісін қосушы болма. Алғаш қарау саған тиесілі, екіншісі саған қарсы дейді. Тирмизиден жеткен хадисте, екіншісі саған қарсы дегені бұл, яғни сен өзің не екен деген сияқты өз шахуатыңмен, жаңа нәпсіңмен бұрылып қарайсың да, яғни ол саған қарсы дейді, яғни ақыретте саған қарсы куәлік етеді деген сөз. Мұсылманға харам нәрсеге қарауға қатаң тыйым салынады. Харам нәрсе ол теледидар, интернет, немесе суреттегі бейне, немесе нақты әйелдің өзі болуы да мүмкін. Мұнда тұрған ешбір айырмашылық жоқ. Кез келген жағдайда көзді харамнан сақтау бұл илахи әмір. Өйткені харамға көз түскен соң ең әуелі жүректі бұзады. Жүрек бұзылған соң құлшылық ықыласпен орындалмайды. Сонымен бірге денеге де зиян тиеді. Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен хадисте, көз зина жасайды, тіл зина жасайды, қол зина жасайды, аяқ зина жасайды, ал оны мүше қоштайды немесе қоштамайды. Ахмад ибн Хиббаннан жеткен риуаятта. Көз жүректің айнасы. Көзге түскен кез келген нәрсе жүрекке барады. Осылайша жүректі бұзып, зиянын тигізеді. Ақырында бұл Алла тағаланы еске алуға және құлшылық етуге кедергісін тигізеді. Көзді тыйым салынған нәрсеге қараудан сақтайтын 5 мынадай басты себеп бар. Біріншісі, нәпсі мен құмарлықты тыю үшін Алла тағаладан жәрдем сұрап дұға ету. Екінші, Алла тағала көріп тұрған ұмытпау. Алла біздің сыртқы іс-әрекетіміз бен ішіміздегі ниетімізден хабардар. Көзді харамнан сақтауға әмір етуші де Алла. Үшінші, жағымсыз әдеттерге итермелейтін жаман жолдастардан алыс жүру. Төртінші, күнәдан сақтанып, сауаптан құр қалмауды ойлау. Бесінші, құлшылыққа ерекше мән беру. Жамағатпен намаз оқу. Түнде 2 бас намаз оқу, яғни тахаджуд намазы бар, немесе басқа да нәпіл намаздарды оқу және үнемі истихфар айту. Құлшылық ету адамды күнәдан тыятындығын Құранда Анкабут сүресінің 45-ші аятында былай дейді: Анығында намаз жек көрінішті, яғни бұзық істерден және тыйым салынған нәрселерден тыяды деп білдіреді. Бір хадис шарифте былай делінеді: көздің зинасы харамға қарау, құлақтың зинасы әдепсіз, яғни ұятсыз сөз тыңдау, тілдің зинасы балағат, ұятсыз сөздер айту, қолдың зинасы өзіне халал болмаған әйелді ұстау, яғни әйел болса еркекті ұстауы, ал аяқтың зинасы күнә болған жерлерге бару, дейді Бұхариден жеткен хадисте. Бір күні жас жігіт ұстазына келіп: ұстаз, мен жас болғандықтан қыздарға қарамай жүре алмаймын, бұдан қалай тыйылсам екен деп сұрайды. Ұстазы жауап берместен сүтке толы кесені баланың қолына ұстатып, мынаны базардағы сатушыға бірде-бір тамшысын жерге төкпей апарып бер деп бұйырады. Сосын екінші шәкіртін шақырып, егер мына жігіт сүттің бір тамшысын жерге төгетін болса, оны тура сол жерде қамшыла дейді. Әлгі жас жігіт ұстазының айтқанын екі етпестен, қорыққаннан аса мұқияттылықпен бірде-бір тамшысын жерге төкпестен базардағы кісіге апарып береді. Жаңағы жас жігіт өзінің ұстазына келген кезде ұстазы: жолда неше қызды көрдің деп сұрайды. Жігіт: мен сүтті төгіп алсам ұятқа қаламын, сосын мен қамшымен сабайды ғой деген оймен сүттен басқаға қарауға мұршам болмады деп жауап қайырады. Сонда ұстазы: міне, мұсылман адамның жағдайы да осыған ұқсас. Егер Алланың бұйырғанын орындамасам, қиямет күні Алланың алдында масқарам шығады деген үреймен жүреді деп шешімін айтқан екен. Тыйым салынғанға қарау көру қабілетінің нашарлауына әкеп соғады. Сондықтан әрбір адам бұл сыйды дұрыс пайдалана біліп, өзін-өзі, көздері мен басқа дене мүшелерін күнәдан сақтай білуі керек. Алла тыйым салған нәрседен аулақ болған құлдарын ғана
қорғайды.